Шымкент қалалық полициясы аштыққа көшкені рас па? Жаңа басшының талабы таудай деген қауесет тарады. Сонда не сұрайды? Қайда жоқ, беріп тұрып сұрамаймын. Бірде тату, бірде араз. Кадр мәселесі басылды ма? Келгеннен бері мен соғыс проблемамен алыса отырмын ғой. Саладағы сан түрлі сауалдардың жауабын Шымкент қалалық полиция департаментінің басшысы Таиф Думан Ашкенұлы берді. Шымкент қалалық полиция департаментінің басшысы болып Таиф Думан Ашкенұлының келгеніне көп болмады. Сондықтан болар ішкі ауыс-түйіс мәселесі әлі толастамады. Жаңа басшы кімдерді жұмыстан шығарып, алыстан кімді шақырды? Әңгіменің әлқисасын дәл осы сауалдан бастайық. Шын айтайын, мұнда кейбіреу бар, айтады, жаңа келіп бастап, ан жаққа, мұ жаққа нетіп жатыр, шығарып жатыр. Онда емес. Мен ондайға барып жатқан жоқпын. Мен енді нақты бар қызметкерлер, жұмыс істемейді, заңды бұзады, бұзақылық жасайды. Оларды қалай ұстауға болады? Ол мен емес, ол біздің комиссия бар, тәртіп комиссия өтеді, сонда қарастырады, сол жерде шешім қабылдайды. Сол шешімі бойынша ол мен өзім сені қуып шығамын, сені етемін, сен ондай деген жоқ. Бәрі бірігіп, енді жұмысты мен жақсы білемін, қатаң сұраймын. Жұмысты қатаң сұраймын. Қатаң болғанда мен сұрайтын не? Ең бірінші полиция не керек? Заңдылықты білу керек. Екінші сұрайтын, бірінші заңдылық, екінші тәртіп. Үшінші енді біздің полицияның істейтін жұмысымыз біздің халықпен тығыз жұмыс істейміз. Сол үшін бірінші біздің енді полицияға отдельно заң жоқ қой енді. Заң бәрімізге бірдей ғой. Дұрыс қой. Соны айтамын да қазір. Заңдылық сақтап білу керек. Екіншіден біздің полиция қауіпсіздік қамтамасыз ету жағын күшейту керек. Профилактика жұмыстарын күшейту керек. Одан былай халықтың тыныштығын сақтау білу керек. Көрдіңіз бе? Ең нақты біздің қазір мен сұрайтын жұмыстарым сол. Тәртіпсіз ол жұмыс жүрмейді. Тәртіп керек. Сол тәртіпті қатаң сұрап отырмын. Тәртіптің ішінде ол тәртіп бәрін білу үшін әпет бір айналып келгеннің өзінде бәрі идеалist жұмыс керек. Бәрін түсініктеме керек, бәрін айту керек. Мынау бұйрық былай, мынау строевой подготовка бәрін жасату керек. Көрдіңіз бе? Сол кезде біздің жеке құрам, қазір жеке құрам заң бойынша мен каждый бейсенбі сайын менде бұйрық болады. Бұйрық өткіземін. Жеке құраммен. Сол бұйрықта мен өте жақсы білемін. Заңдарды, бұйрықтарды жақсы білемін да. Сосын жеке құрамға бетпеймін, қайда жоқ бұйрық тұрып сұрамаймын. Өзінің нақты бір қай служба баратсың, например, полкқа баратырмын. Полкқа баратырмын, сырт қызметкер. Вот сен қандай функционал бұйрығың қандай? Мұндай. Оның үшін так, мынау жұмыс қалай істейсің, мынау қару-жарақ қалай істейсің. Қазір листовтың мен айтайын ауыздан прям шақылдап тұр. Қазір шақылдап тұр. Өйткені бүкіл бұйрық сайын олар білді. Өйткені мен заңдарды жақсы білемін, бұйрықты жақсы білемін, осындай сұрақтарды қоямын. Ертерек дайындалады да қазір өзім қуанамаған, шын айтқанда. А басында рас білмеді, шын айтам білмеді. Бірінші екінші приказды бұйрық өткізгенде өте қиын. Қалай сен жұмысқа барасың? Сен бұйрықты білмейсің, заңды білмейсің. Сен қалай қызмет істейсің? Ертең сосын біздің проблемамыз осыдан шығар бәрі. Шет жағасынан бір вопросты айтып отыр ғой, жерде енді зорлық істеп жатқан өкінішке қарай енді ондай фактор бар ғой. Ол үшін жол бермеу үшін осылай жұмыстар істеу керек бәрі. Кадр саясаты күшті болу керек. Идеологический жұмыс күшті болу керек. Олсыз болмайды. Бәрі былай түрткілеп, бәрін жеткізбесең, олсыз болмайды. Вот, поэтому мен енді былай мен ашықпын. Спокойно сөйлесем. Бүкіл мен даже азамат қабылдауға келгенде кісілерге мен айтам, сіздердің мен жеке құрамға айтам, орынбасарыма айтам. Ол кісі келді. Не то что ашылмайды, жоқ ештеме деп, былай айтуға болмайды. Оны қарастыру керек. Мұнда келгендер өзінің проблемаларымен келеді. Басшы ауысса талапта өзгереді. Бірін-бірі түсінгенше талай уақыт кетеді дей бергенім сол еді. Думан Ашкенұлы сөзімді бөлді. Қазір уже 3,5 айда уақыт болды ғой, келген уақытта тез өтіп жатыр. 3,5 айдың ішінде ең бірінші басшысы енді біз енді шет жағасы айтқанда осы бір жылда істеп тастадық қой енді. Жұмыстың қалай несі екенін уже біз білеміз уже. Жұмысты жақсы білеміз. Вот ең бірінші келген, например, қала Шымкенттен келіп отырып, маған ең бірінші бәрін өту керек болды. Бүкіл саланы, бүкіл ғимараттарды қарау керек. 5 аудан бар, 70 участковый пункт бар. Одан біздің полк бар біздің. Соны аралап қызметтердің жағдайларын байқау керек.
Мен соны аралап, барлығын араладым. Қазіргі уақытта мынау 5 ауданды араладым. Оның ішінде жағдайларын көрдім. Оның ішінде отыратындар енді участковыйлардың енді өздерінің участковалық пункттары бар. Полктың өздерінің ғимараттары бар. Жерде болатын тергеудің жұмысы бар. Одан жедел уәкілдің жұмыстары бар. Одан былай мынау кімдердің кәмелетке толмаған инспекторының жұмысы. Олар да участковый пунктта істейтін қызмет орындары. Солардың бәрі кіріп, өзім осы мен былай жерден нетпеймін, мен сөйлесем, отырысып қоямын да, сосын сұраймын, қалай жағдайларыңыз, қандай проблема бар деп, осылай кездесіп, почти 2 ай бойы, енді 2 ай бойы солаймен жүрдім мен. Пока мен бүкіл негізі өткенше жеке құраммен кездесіп, одан былай бүкіл жеке құрамдармен кездестім. Мында департамент ішінде управление басшыларымен кездестім, бүкіл, одан былай аудандармен кездестім. Одан былай полктың өзімен кездестім, қызметкерлермен. Одан кейін отдельно ювеналдық полиция инспекторымен кездестім. Солардың ішінде бәрі информация мен жинап, өзіме сосын анализ істеймін. Қалай әрі қарай маған жұмыс істеу керек енді. Ең бірінші біздің қызметкер не білу керек? Заңды білу керек. Ең бірінші заңды білу керек. Екінші, біздің нормативный бұйрықтарды білу керек. Өзінің каждый службаның өзінің бір бұйрықтары бар. Соны жеке құрам біле ме, білмейді, сол маған ең маңызды сол керек болды. Көрдіңіз, солай проблема болды. Қазіргі уақытта болды. И одан былай сосын мынау бізде жеке құрам көп қой жеке құрам. Басқа салардан қарағанда ең көп біздің полиция қызметкерлері, дұрыс қой. Сонда айтайын дегенім, идеологический жұмыс жүргізу керек. Сол жұмыстары кішкене сет жағынан бос келгеннен бері соған қатаң мән беріп, сол идеологический жұмыстарын қазып күшейтіп отырмыз. Өйткені жеке құрамда жағдай істемесең, олар қалай жұмыс істейсің, сұрайсың. Қазіргі уақытта міне 70 участковының ішінде бәрін еткенде қазір нешеуін біз 36-мен өттім. Қандай екен жағдайлар? Жағдайлар қандай екен мектептерде? Жағдайлар енді өкінішке қарай айтпаймын, прям жақсы деп. Материал-технический жақтары кішкене қиыншылықтау. Участковыйдың қазір автокөліктер 2008 жылғылар. Автокөліктер. Бәрін емес енді іріктеп былай көрген кезде. Одан былай участковалық пункттердің қазір 32 участковалық пункттің ішінде жылулар жоқ. Көрдіңіз бе? Содан кейін барып ойлайсың, қалай мен олардан жұмыс істеймін енді? Ол үшін не істеу керек? Қыстың күні қалай жұмыс істейді? Соны айтамын енді. Сосын мен өзім барам, барып ішіне кірем, сөйлесем, ақылдасам, сосын барып орынбасарым бар, 5-ші орынбасарым, ол өзінің функционалық бойынша осы жеке құрамға жағдай істейтін, соның бақылауға ұстайтын. Сол жерде қазіргі уақытта міне қаржыды таптық. Ол енді рахмет айту керек, біздің қала әкіміне рахмет айту керек, облысыға түсінігімен облысыға көмектесіп жатыр. Қазіргі уақытта жылуды почти біз енді бәріне бергіздік. Автокөліктердің қазір міне қаласы алдымызда 12 тағы да 16 тағы да автокөлік келеді. Қазіргі уақытта жұмысты істеу үшін мен участковыйларға жағдай істеп, автокөліктерін қазір берем. Жылуларын бәрін еттік. Одан былай келесі жылдар енді қазір мен келгеннен кейін қазір 2 ай ішінде, 3 ай ішінде мен бәрі үлгермеспін. Келесі жылдары тағы да участковалық жұмыстарын бізге күшейту, жағдайларын күшейту керек болады. Одан былай қазіргі біздің министрдің облысының енді алдымызда болған талабы, жоспары іс-шара профилактика жағын күшейту керек. Бүкіл салада, бүкіл жерде профилактиканы күшейту керек. Осыған байланысты ең бірінші сол мен жеке құрамға жағдай істеу керек. Сол жағдайды қазіргі уақытта сол жағдайды жасап жатырмыз. Оның шет жағасын әрі қаратай мен біздің депутаттар бар, сосын мен былайлықта министрдің тапсырмасы бар, осылай мектептерге барып, анау безопасность бар ғой, кіреберісте сосы бар, бейнекамералары бар, соларын бір қарастырып, одан қалай бір-бірімен тауға қалай бір-бірімен қосымшалар бар екен, соларды бір қарастырып, соның өзін сонда мен осы депутаттарды алып бірге бардым мектепке. Мәселені көрсін дедіңіз? Мәселені көрсін? Иә, мәселені көрсін деп ол кісі. Енді ол кісілер енді халық сайлайды ғой ол кісілерді көрсін деп. Сол жерде біз барып, жақсы содан мен графикте бекіттім. Өзім орынбасарынан бастап, управление басшылары бәрі мектеп, бүкіл қанша 150 мектеп бар бізде мемлекеттік. Одан қазір 115 жекеменшік мектептер бар. Көрдіңіз бе? Соны бізден 100% деп айтпайын, 85% біз өттік.
мынау мемлекеттік мектептер бәрін өттік. Енді мына жеке меншіктер бар, ол енді бәріне жете қоймайды, жеке құрам. Мынау инспекторлар, біздің ювеналь инспекторлар өздері барып, өз жерге де көрейік деп еді. Қалай жұмыс жүріп жатыр. Қазір уақытта проблема ғой енді. Балалардың кәмелет толмаған проблемалар бар, суицида бар оның арасында. Біздің одан былай мынау қазір ар жағында тағы да бар ғой, есірткі қарсы бизнес проблема бар. Синтетиканың ішінде қазір ең өте маңызды синтетика ғой. Ол да проблемалар бар. Солардың жұмыстарды қазір көтеріп жатырмыз. Ол проблема жұмыс айтып отырмын. Ана жылы Мезгенск комиссияға сол сұрақты мен әкімнің алдында онда қойдық, көтердік. Ана шет жағасын айтқанда. Қаныш, ол кәмелет жасқа толмағандар бойынша бізде бірінші инспекторлардың жетіспеушілігі, иә? Жетіспейді оның да. Бізде 138 мектептерді айттым қанша екенін. Оның ішінде не бар? Мемлекеттік бар, жеке меншігі бар. Оның қасқанда 300-ден асып отыр ғой. Менде 138 ғана инспектор ғана бар. Жүктемесі артық, иә? Инспектордың жүктемесі артық. Жетпейді. Соның өзінде де сермін қазір мынау енді одан былай тағы да енді шет жағасын мынау несін айттым ғой, шет жағын мынау енді проблемалы қай жаққа келіп отырмыз ғой. Ең бірісі не ғой, іс-шара профилактика жұмысын неге күшейтеміз деген. Сол біріншіден сол жағдай істеу, қазір жағдай істеу, оны ары қаратайға жасаймыз. Бұрынғы басшылар барлық жағдай жасалған деп мақтайтын жедел басқару орталығы тар болып отырғанын айтып салды. Жаңа жоспарымен де таныстырды. 6:45-те күнде 6-та жұмыстамыз. Кешкі сағат сол 9-ға дейін, кешкі 9-ға дейін, күнделік режим сол. Сағатын үйреніп қалған ғой әбден уже. Мен 35 жыл істеп жатырмын. 35 жыл. Мына білме сол центр оперативный управление осы. Көрдіңіздер, мына біздің қызметкерлер отырады. Мынау енді осындай профилактика жұмыс шаралар ғой. Эш-шаралары, осындай енді жол апаттары бойынша. Бүкіл сыртқы қызметтер, полктың сыртқы қызметтері, одан участковый жұмыстары бар. Одан мына ювенальдық полиция инспекторының жұмыстары бар. Бәрі осында міне белгілі болады осында. И бірінші 102-ге келетін сигнал осында түседі. Осында түскеннен кейін біздің бүкіл нарядтар бойынша навигаторлар бар. И навигаторлар көше бойында бәрін қаралып отырды. Қай жерде біз ақыл жасайды, осы сразу көрінеді. Экипаждарға сразу информация кетеді. Қанша камера бар бізде қазір? Бізде қазір мұнда қосылған 11,5 мың камера бар. Қосылған. 11,5 мың кешілді. Соншама камералар бар. Ол мұнда не бар? Мектептерде бар. 150 мектеп қосылған, 100%. Оның ішінде даже оның ішіндегі школның мектептердің ішіндегі даже бөлімдерді этаждары, кабинеттері бәрі көрінеді. Көрдіңіз, қазір уақытта қандай прогресс. Тәжірибе өте жоғары, өйткені бұл кісілер істеп жатқандар бір күндік емес қой. Уже жылдан жылға істеп жатқандар бар. Оқытып тұрасыздар ма? Повышение өздері өзіміздің ішімізде. Олар уже біледі. И жылдан жылдан істегесін бар, өздері оқыттары жас қой, мамандары. Қазір міне бүкіл камера бойынша, қала бойынша ұстап отырмыз ғой. Күніне, например, одан бұлай бізде нелер мейрамханалар бар. Одан сосын мейрамханалар бар көптен. Олар сағат 5-6-ға дейін істейді ғой. Соларды әрбір неде камералерде аудан бойынша камералар шығарған, оларды көріп отырмыз. Қазір сол час пик уақыт, час пик, сол тұрға жетсін, час пик уақытта. И онда бізде қалай қазір уақытта проблема бар. Ол проблема, өйткені таңертең жұмыстан шығады. Сол кезде час пик болады, обед кезінде час пик болады, и кешке қарай. И соған байланысты міне навигаторлар көріп отырады. Қай жерде час пик бар, сол жерге сотрудниктарды қоямыз. Сол жерге сотрудниктарды қоямыз. Енді қазір оны жолда мен осы проблема бар. Көрдіңіз бе, бірінің үстінен бір отыр ғой, жазды күні мына жақ енді ыстық қой, ауа райы. Вот келесі жылы Құдай қаласа әкім поддержкасы бар, ол кісінің жолда бұл да проблема шығардық. Дополнительно сол осымен қосымша осы жерге ғимарат саламыз. Қосымша, әдден емес, қосымша осыған ғимарат саламыз. Қазір поезде соны жүргізіп жатыр. И біздің жеке құрам бұл отырмасында кішкене посовременно болып істетеміз енді. Онда біз поезда жасап, әкім досында шақырып, ол кісімен көрсеттік. Осындай проблема екен, ол кісі өз көзімен келіп көрді. И едім несі поддержкасы, бізде поддержка бар, ол кісі айтты, келесі жылы бастаймыз деп.
иә 1200-1300 информация келеді, оның ішінде где-то 500-550 регистрация куи деген куиге регистрация жасалады. Ол куиге түскесін ол 24 сағатта шешім қабылдау керек бізде. Енді күнде жұмыс, күнде мынан артық информация келеді. Мынау 102. Любой информация қала бойынша кім 102 звондайды, осында келеді. Міне осында келіп түседі. Вот қазіргі уақытта міне көріп отырсыздар. Құдай қаласа келесі жылдары енді сондай айтыңыз шет жағасын. Если мына қосымша әрге салатын болсақ, сол кезде уже отдельно болады. Бір-біріне да, сонда онда қазір көрдіңіз, бір-біріне естушінің құлақтарын жауып болады. Соның өзінде де. Енді основной вызовтар бізде неден басталып көбіне болады. Пятница, суббота, 2 күн пятница. Сол күндер демалыс, халық демалады, сол кездерде вызовтар көп болады. Жексенбі кішкене етеді. Енді можно бейсенбі дал болады, бейсенбі, жұма сенбі ғой. Қалсындан жексенбі күні азаяды. Өзі сразу не бойынша регистрация білінеді сразу. Например, қазір мына күндері 1200 болса, ана күндері 1900 солай болып қояды. Мынау енді 102 ең бірінші түсетін информация мұнда. Мынаны мен әрі көшіреміз, көрдіңіз бе? Мына жерден жетіп кетті. Мынаны әрі қарата нету керек. Өйткені біздің қалада өсіп отыр ғой. Қалада өсіп отыр, халық да көбейіп отыр жыл сайын. 3-ші мегаполисті қауіпсіз қалаға айналдыру мақсатында барлық әлеуметтік маңызы бар нысандағы бейне камераларды жедел басқару орталығына қосу ұсынылған. Жаңа ғимарат салыну да жоспарланып жатыр. Есесіне заманауи үлгіде жабдықталады деп күтілуде. Наш центр оперативного управления был создан в 2006 году. На то время он был современный. Ну и отвечал всем требованиям в принципе. Там было всего лишь 16 камер установлено в городе, и он отвечал всем требованиям. Но так как город рос, границы росли, население росло, увеличилось количество видеокамер, нарядов и так далее, то возникла необходимость расширения пространства Центра оперативного управления, его модернизации глубокой в принципе. Поэтому что мы сделали? Мы подготовили проект, в котором сам Центр оперативного управления увеличился в размерах примерно с 700 квадратных метров до 1200, ну плюс-минус. Вот. Увеличили основной зал, потому что все-таки основная работа Центра оперативного управления — это управление нарядами, управление силами и средствами, обеспечение общественного порядка посредством контроля систем видеонаблюдения и комплексов фото-видеофиксации. Поэтому основная работа — это оперативный зал. Поэтому мы сделали основной упор и увеличили оперативный зал в целом и количество рабочих мест. Следующее, мы сделали зал ЧС, это зал для проведения совещаний при возникновении чрезвычайных положений. Вот. Сейчас я коротко вам покажу. То есть это внешний вид самого здания со стороны департамента, со стороны двора. Саланың қыр-сырын жетік меңгерген басшы жаңадан құрылған Гиперпол басқармасының жұмысымен де таныстырды. Интернет алаяқтық өршіп тұрған тұста дәл осы топтың жұмысы қауырт десті. Тіпті соңғы үлгідегі бағдарламалар орнатып, әлеуметтік желіде жұрттың қалтасын қаққандардың артына түскенін айтты. Өздеріңізге белгілі ғой, интернет алаяқтық қылмыстар көптен тіркелуде. Сол себептен осы қылмыстарды алдын алу ашу бағытында былтыр біз арнайы топ құрған болатынбыз. Қазір осы Киберпол деп аталады. Міне көрдіңіздер, міне қазір 911 қылмыс тіркелсе, көрдіңіз, оның ішінде 276 деген сотқа келіп отыр. Енді разницасы көрдіңіз, соотношение қандай. Сұхбатты кабинетінде жалғастырдық. Өзекті сауалдар, айтылмаған проблемалар көтеріліп, шешу жолындағы жоспарын сұрап білдік. Ендеше тыңдаңыз. Өзің сараптап көрдіңіз бе, жасөспірімдер баратын қылмыстардың легі қандай? Қазіргі уақытта міне 130 қылмыс тіркеліп отыр. Міне вот есепті бойынша 130 қылмыс тіркеліп отыр. Оның ішінде қазіргі уақытта, соның ішінде соған анализ жасасақ 130 қылмысқа, оның ішінде 35 жасқа дейін күдіктілер, бұзақы жасағандар 35 жасқа дейін. Оның ішінде 2 кәмелетке толмаған бала бар. Қазіргі уақытта уже соттар өтіп, сұрақтарын алып отыр. Бізде 1000-нан асқан қазір сайттар бар ғой, сайттар. Көбі сайттың біз где-то 168 сайт жаптық. Соцсетке қойды, соцсетке оны жаптық. Одан былай
мына көшеде емес, әлгі үйлердің қабырғаларында жазады ғой. Сонда ана жерден нелер өдең знактары болады. Осыны сатады, ана жерге, мына жерге дегенде бар. Оларды қазір 1003 біз оны осылар жойып отырмыз. Бір жылдың ішінде осы жаза бергендерді. Вот жуырда біз міне 13-нен бастап, жуырда біздің ішкі істер министр Ерін Сапарбек баяндама жасады депутаттарға алдында. 4-5 күн болды. Сол кезде біздің депутат осы жақтан сол кісі сұрақ қойды. Маңызды сұрақ, ол маңызды сұрақ. Одан содан кейін біз как раз ол кісі болғанда не то что ол кісі айтып, біз іс-шара өткізіп жатқанбыз. Іс-шара өткізіп жатқанда соның өзінде біз 400 қала бойынша 400 осы именно жазылған жазуларды бәрін қойып өшіріп жатырмыз. Одан былай мынау үкіметтің қаулысы бойынша 23 маусым осы жылы комплексный план дейді ғой, жоспарлық бекітілген бар. Үкімет қаулысымен бекітілген бар. Соның ішінде енді жалғыз полиция емес, енді бәрі де оның ішінде көп қой салалар енді. Қазір уақытта біз енді 331 мероприятие өткізіп жатырмыз. Именно профилактика жөнінде, іс-шара профилактика жөнінде. Оның ішінде круглый стол, оның тренингі бар, оның жасөспірімдері бар. Одан басқа салаларды, басқа департамент бірге 331 мероприятие өткіздік. Көрдіңіз бе? Одан былай мектептерде өзінің шет жағасымен айтып кеттім ғой, өзімнен бастап бекітіп, бүкіл бір мектептерде өттік. Оның ішінде өзіміздің видеоролик, 3 минуттық видеоролик бар. Соны көрсетіп, балаларға да жасөспірімге де көрсетіп, енді мына нашақорлық не екен, осыған қандай профилактика, ондайға бармау үшін, алдын ала жолын алу үшін, жол бермеу үшін, соларды бәрін нақты біз осы. Одан былай жуырда осы мектеп директорларымен кездестік. Ол кезде депутаттар бірге алып бардым. Ең бірінші біз өттік бүкіл мектептер, содан кейін барып, мен айттым, давай бір кездесу жасайық. Как раз каникул кезінде мектеп директорларын шақырып, сосын частный охрана формирование бар ғой, соларды біріктіріп, мектеп директорлары бар, содан бірігіп, үлкен жақсы бір жиналыс өткіздік. Жиналыстың ішінде проблема вопросы көтердік қой. Соның ішінде бірі осы есепке қарсы күрес. Сол сұрақ болды. Өз жерде де біз бәрін енді нақты айтып, түсіндіріп, әрі қарай енді біздің қызметкерлерім жетпес шығар саны, әрі қарай сіздер жеткізу керек деп. Сондай бір жақсы үлкен жиналыс өткіздік. Әкімнің бірінші орынбасары болды, 2 депутат болды бірігіп. Өздері депутаттар сөйлеп, бәрін көрсеттік. Не екенін. Проблема синтетикалық, қазіргі уақытта синтетика алсақ, проблема қасы ғой ең маңызды. Синтетика, например, енді салыстыруға, енді қалай салыстырмайсың? Статистикадан ешқайда кетпейсің, статистикадан. Ана жылы, например, 22 жылы 5-ақ килограмм алдық, алуға. Қазір міне осыға уақытқа дейін біз 15 килограмм алдық. Көрдіңіз бе? Қазір жұмысты күшейтіп отырмыз. Біздің енді менде бір управление бар. Нақты управление осы нашақорлықпен қарсы күресетін. Біздің комплекс план бойынша, онда бүкіл салалар заниматься ету керек. Біз департамент, полиция ғана емес. Аға, бізде қоғамдық тәртіп қандай екен? Қалада. Қалай 24 сағат бойы күзетесіздер. Әсіресе жаңа мектептің алдынан көптеп көреміз инспекторлар. Сосын жаңағы таңғы, түскі, час-пик уақыт деп айтамыз, сол уақыттарда көптеп көреміз. Негізінде қоғамдық орындағы тәртіпті қалай бағалайсыз бізде? Сараптап көрдіңіз бе? Қай жерде біз базарда, мүмкін саябақта, мүмкін ойын-сауық орталықта, қай жерде көптеп тәртіп бұзамыз? Болатын көп нәрседе мынау мейрамхана, сосын клубтар, ночной клубтар, түнгі клубтар, сол жерде жиі болып тұрады. Өйткені қазіргі уақытта бізде қазірде бірақ сан азайып жатыр, бұзақылық қылмыстардың саны. Енді болатын жер бұзақылық болады, тонау қылмыстары болады, олардың саны бізге қазір азайып жатыр. Оның қылмыстардың саны азайып жатыр. Өйткені қазір мынау бір профилактика жасағанда осындарға анализ жасамау, ол қылмыстың шетін жете алмайсың. Оның профилактика қай жерде қылмыс, қай жерде былай отыра берсең, ол ан жерде болып кетеді. Күнде апта сайын бізде аппарат өтеді, апта сайын. Сол кезде әлгі мына өтеді ғой, жергілікті полиция басқармасы сол кісі баяндайды. Минутына, сағатына, күніне сондай анализ жасаймыз. Көрдіңіз бе? Өте жақсы бір жақсы не? Анализ. Сол кезде біз нарядтарды сонда жіберіп отырамыз сол жерде.
И соның арқасында қазір профилактиканы күшейтіп отырмыз. И қазіргі саны енді өзі нәтижесі беріп отырған солай. И сосын тағы да айтқан кәмелетке толмаған айтып отырсыз ғой инспекторда. Оған да мен өзім бұйрық жасап час-пик деп отырсыз ғой. Таңертең балалар мектепке келеді ғой. Сол кезде инспектор жилет киеді, пешеходта тұрады. Бүкіл балаларды ана жерде школға ең ақырғы оқушыға дейін қарап тұрады. Одан кейін барып обед кезінде, час-пик шығар кезінде, келер кезінде тағы да тұрады. И кешке балалар кетер кезінде мен өзім бұйрық жасадым. Оған бұйрық жасадым. Вот кәмелетке толмаған жетпеген мектептерге участковыйлар тұрады. Вот қазір осылай айтпай, қазір енді пешеход андай жол апаттары болған жоқ, мен ұстап отырмын. Жол апаттары енді бізде кәмелетке толмаған балалар бар, өмірден өткендер енді, өкінішке қарай. Енді ол көбірден проблема пешеходтарда, көше бойынша проблемалар бар. Вот сондай шаралар өткізіп жатырмыз. Енді сервистік полицияға тоқталайықшы. Сіз қаншалықты халыққа бірінші өзіңізден бастайық, жақынсыз? Қабылдауыңызға кез келген тұрғын кіре ма, жоқ арнайы бір күнді күтеді ма? Мәселе, любой мәселе шешуші адаммен халықпен сөйлесу. Біз халықпен тығыз жұмыс істеу керек. Қазір аттарына біздің көбіне өйтпені мен профилактика жұмысын етіп отқан, өйткені көбіне өзім көргенім қазір аттарында өз қалаға келіп көргенім профилактика жұмыстарын күшейту керек. Одан былай сыртқы қызметкер, полктың қызметкерлері бар. Айтып отырмын, участковый жұмыстары бар. Бәрі солардың жағдайларын қарап отырмыз. Өйткені халықпен тығыз істейтін осы сыртқы қызметкерлер, участковыйлар, кәмелетке толмаған инспекторы бар. Халықпен тығыз істейтін. Осында службалары бар. Одан сервистік модель айтып отырсыз, сервисный полиция деп. Сервисный полиция ол жалғыз полицияның жұмысы ғана емес ол. Ол жалғыз полицияның жұмысы. Оның ішінде 16 сала болу керек. Оның біздің, например, әкім бар, өзі қаланың әкімі өзінің несімен қаулымен бекітілген, бір орынбасарына бекітілген, бірінші орынбасарына. Сол кісі сервистік модель полиция деген сол кісі. Оның ішіне кіретін правоохранительный орган бар, государственный орган бар, правоохранительный орган бар, даже СМИ бар, неправительственная организация бар. Солар бәрі кіреді. Көрдіңіз бе? Содан проблема вопрос, қалада қандай проблема вопрос бар, сол проблема вопросты әкімнің алдында межведомственный комиссияда көтеруге болады. Көрдіңіз бе? Қазір осы жұмыс, сол жұмыс жүріп жатыр. Жуырда айттым, біз үш проблеманы көтердік. И басқаларда осылай ақын уже біз көріп, оларда қазір енді әкімді келгені бірге келдік қой, 3 айдан почти бірге келдік, 3 күндік неміз бар. Қазір ол кісінде өте, ол кісіде нақты именно профилактика іс-шараларда ол кісі нақты мән беріп отыр қазір уақытта. Енді өзіңіз туралы қазір мен кабинетке кіргенде байқап тұрдым да, кабинетіңіздің бір жабдықталуы, мына жерде бір иман жанды екеніңізді өзім байқадым. Негізі қандай адамсыз өзіңіз? Қатал басшысыз ба? Талапшыл басшысыз ба? Жоқ, еркелете тұрып енді қатаң сұрауыз болады енді. Қатаң сұрауыз бар. Мен көбінде енді әрбір басшы өзім туралы айтып жатырмын. Әрбір басшы өзімді. Мен былай қатаң сразу қолымды ұрғылап ондайға бармаймын. Мен ең бірінші проблеманы біліп аламын. Сосын әр жағында қалай шешу керек, қалай көмектесу керек. Көрдіңіз бе? Дегенмен Қазақстан полициясының абыройы жылдан жылға өсіп келе жатқан көріп те байқап та жүрміз ғой біз сырт көзден. Ол профилактика айтып отырмыз, профилактика қазіргі уақытта өлім болмысы бізде, например, 13% аз болса, ертең 28 жыл сол 50-60-қа азайту керек пайызды. Зорлық не үшін нетілген? Әкімшілік кодекске кірген өзгеріс кірді. Бірінші жылдан бастап істеп отыр ғой. Оның да именно профилактика жасап, осылай асаулы қылмыстарға жол бермеу үшін ол да көрдіңіз. Бәрі бір-біріне шәлкескеп отыр, оның бәрін айналдырып алып көргенде бүкіл жалғыз полиция емес, бүкіл сала бар. Әлмәйттім ғой, мемлекет бар, правоохранительный орган бар, неправительственная организация бар, онан полиция бар, бәрі қосып істесе, бір сондай біз жаңа Қазақстан жетеміз. Шымкенттің халқына айтарыңыз бар ма? Өтінішіңіз? Сізді байқады бірінші деймінде өте қуаныштымын. Көбі қолдап, көбі жұмысты көріп отыр.
біз біргеміз, бірге қызмет етеміз. Келесіген жаңа жыл келді, жаңа табыс дейміз. Әрбір семья құт береке, жақсылық болсын, жаңа жылда жаңа табыс. Енді әрбір семьяның өмірде бір жақсылығы бар, алдына қойған бір өрістері бар. Сол Алла Тағала бәрін жиналып, өте жақсы, сондай қасиетті жер, өте қасиетті жер. Мен алдында центральный аппаратта істегенде бірінші рет келген болсын. Бірінші рет келген, содан бері мен көрдім түскен Шымкент жақсы жерде. Өмір көрдіңіз бе? Бүгін шақырылып болса Шымкентке бірде келсін. Енді біз иығымызда погонымыз бар, қолымызды битеміз де. Талқыланбайтын бұйрық кетесіздер. Иә, бұйрық. Бірақ іштей қорқыныш үрей болды ма келе жатқан кезде? Өзінің профессионал күшіне қарағанда мен асыға қорыққан жоқпын мен. Өйткені жұмысты білгесін мен қорыққан жоқпын. Сосын енді өзім енді халықпен бірге болайық, бірге істесек, бәрі орнына келтіп арада бірге жұмыс істеп білсек деп. Енді айтып отырмын ғой, біздің жұмысқа ең нақты нәтиже беретін нәтижесі халық. Сол үшін айттым, халықпен бірге істеу керек. Айттым, енді халықтың әртүрлі бар ғой, кейбір түсінбейді. Но все равно соны ақырындатып, соны келтірсек, бірге істесек, абыроймен аман істесек, соған қуанышты болып. Иә, рахмет аға, сіз де абыройлы болыңыз. Көмектесуге дайынбыз. Халыққа жақын болсаңыз, халық сізден қашпайды. Сондықтан ең тыныш, ең қауіпсіз қала Шымкент болсын. Жақсы, рахмет, өздеріңіз өсәт. Жақсы, рахмет.